Енді екеуміздің таныстығымыз ол мүлдем ойламаған жерден кездейсоқ болған нәрсе. Өйткені екеуміз жұмысымызда бөлек, оқыған университеттерімізде бөлек, саламызда бөлек жүрген. Бірақ сол кездейсоқ таныстықтың арқасында қазіргі таңда біргеміз. Менің ойымша ол да бір тағдыр деп ойлаймын. Акинжанмен кездесуімізден кейін мен түсінгенім, ол мені қазір бақытты қылатынын, болашақта мен онымен нақты 100%-ға бақытты болатынымды білдім, сездім. Екеуміздің болашақта отбасымыз мықты және де махаббатқа толы болатынына сендім. Енді өзім армандайтын бұрыннан. Енді өзімде ешқандай өнер жоқ, сондықтан болашақ жарым өнерлі болса екен деп, сондықтан осы арманым орындалды. Бірінші кезекте өнеріне ғашық болғанымен маған ол жанның ақылы ұнайды және де өзіне тән қылығы ұнайды. Сондықтан да ойлаймын мен балаларымның, болашақ балаларымның анасы ретінде көре алдым. Сондықтан да отбасын құруға мен болдым. Маған құрметінен, сыйластығынан мен ол қандай адам екенін білдім. Сол кезде мен ұқтым, Акинжанмен бақытты болатынымды шештім деп айтсам болады. Енді бұйырса екеумізге бақытты болашақ тілеймін. Екеуміз шаңырағы биік, берекелі отбасы құра алатынымызға сенемін. Және де сол үшін барымды жасаймын. Қазіргі екеуміздің жасап жатқан заттарымыз, сәттеріміз барлығы ертең тарих болып қалатынына сенімдімін. Сәт түйісіп маңдаймен кеуде, не жетсін бірге жүргенге, не жетсін жасың сол кешінде, үстіңде мендік кеудеше, үстіңде сенің мендік кеудеше. Таңның атқанын да байқамаймыз, тұнданыс көшелерді жағалаймыз, күнменен бірге серуендеуді қашан қайталаймыз, деген ойменде кең маңдайлы қыз, ал сен өпкенде түйісіп маңдаймен кеуде, не жетсін бірге жүргенге, не жетсін жаздың суық кешінде, үстіңде мендік кеудеше, үстіңде сенің мендік кеудеше. Сезімдерін айтшы мәңгі